Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, мен өзім аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім басшысымын. Әділдеуші Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес Қазагаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Бейнеу Бозай Шымкент магистралдық газ құбырының екінші желісін салу ықтимал әсері туралы есеп материалдары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Ақпарат жұртшылыққа Отырар телевизия газетіне, Отырар ТВ газетіне және Қаратау тәжі телеарнасына хабарландыру арқылы жеткізілді. Хабарландыру тақтасына сондай-ақ Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет жүйесіне орналастырылды. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізілді. Тыңдаулар ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудиожазба беріледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары, нақты тұжырымдалмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ, тыңдаулардың барлық қатысушыларының жай көпшілік дауыспен дауыс беру нәтижелері бойынша ескерілмейді. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төраға мен хатшыны таңдау қажет. Төраға ретінде мен өзімді ұсынамын. Келісесіздер ғой? Қолданып көтеріңіздер, дауыс беріңіздер. Төраға қабылданды. Енді әзірлеуші өкілінің хатшысы болып Садмиярова Аяулым Мұтанқызын ұсынамын. Келісесіздер ғой? Дауыс беруіңізді сұраймын, барлықтарыңыз қарсы емессіздер. Яғни жаңағы әзірлеуші өкілінің хатшысы Самадиярова Аяулым Мұтанқызын хатшы ретінде қабылдадық. Күн тәртібінде айтуға рұқсат етсеңіздер, Экотайм жауапкершілігі шектеулі серіктестік жобасын әзірлеуші Самадиярова Аяулым Мұтанқызы баяндамасы 10 минут регламент бойынша 10 минут. Кім жақтайды, қол көтерулерін сұраймын. Ұсынатын талқылау регламент әр сұраққа 5 минут. 5 минут кім жақтайды, қолдан көтерулерін сұраймын. Қабыл етті, баяндама регламенті 10 минут, талқылау регламент 5 минут. Сіздердің назарларыңызға Экотайм жауапкершілігі серіктестік өкілі Самадиярова Аяулым Мұтанқызы баяндамасын тыңдауды ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Жаңа айтылып өткендей, бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы осы Бейнеу Бозой Шымкент магистральдік газ құбырының екінші желісін салу ықтимал әсерлері туралы есеп жобасы бойынша өтілуде. Жалпы осы экологиялық құжаттаманы әзірлеуші Экотайм жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Бұл газ тасымалдау жүйесінің құрылыстарына Қазақстанның Маңғыстау облысында, яғни Бейнеу ауданында ұзындығы 121,3 км, сонымен қатар Ақтөбе облысында Байғанин, Шалқар аудандарында ұзындығы 238,96 км, Қызылорда облысында Арал, Қазалы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандарында, сонымен қатар Қызылорда қаласының жерлерінде ұзындығы 848,1 км.
Түркістан облысында Сауран, Отырар, Бәйдібек, Ордабасы, Түлкібас, Сайрам аудандарында, сонымен қатар Түркістан қаласының жерлерінде ұзындығы 241,2 километрді құрап отыр. Жалпы бұл жобаның мақсаты табиғи газды Қазақстанның батыс өңірлерінен, яғни мұнай газ кен орындарынан осы облыстардың табиғи газға деген қажеттіліктерін өтеу қамтамасыз ету мақсатында республиканың оңтүстік және де солтүстік өңірлеріне, сондай-ақ Қазақстан-Қытай магистральдік газ құбырының бірінші учаскесі арқылы Қытай Халық Республикасының нарығына импорттық газды тасымалдау болып табылады. Яғни осы беру жобаланған газ құбырының өнімділігі бірінші кезеңде 10 миллиард метр кубқа дейін, екінші кезеңде 15 миллиард метр кубқа дейін өнімділігі есептелініп отыр. Және де осы құрылыс монтаждау жұмыстары және де эксплуатация барысындағы экологияға әсер ететін шығарындылар жайында айта кетсем, бірінші құрылыс кезеңі 20 ай мерзімді құрайды, екінші құрылыс кезеңі 18 ай мерзімді құрайды, яғни 2025 жылғы қыркүйек айы мен 2027 жылғы шілде айының аралығы, 2027 жылғы тамыз бен 2029 жылғы қаңтар айының аралығында жүреді құрылыс. Және де жалпы мерзімі 41 айды құрайды. Осы аралықта жаңағы мен айтып өткен облыстар бойынша жалпы шығарындылардың көлемі 24,399 тоннаны құрайды. Және де құрылыс кезеңінде жалпы осы әсер ететін шығарындылар көзі неден шығады, яғни жер жұмыстары кезінде инертті материалдарды қайта себу, дәнекерлеу, бояу жұмыстары кезінде дизельді электр станцияларының жұмысы, газ кесу жұмыстары барысында әсер ететін болады. Яғни биоорганикалық шаң, көміртегі оксиді, көмірсутектер, марганец, темір оксиді және де тағы да басқа ластаушы заттар шығатын болады. Ал тек осы Түркістан облысы бойынша ғана қарастыратын болсақ, шығарындылардың көлемі 5207 тоннаны құрайды. Пайдалану кезеңі жалпы объектіні пайдаланудың бірінші кезеңі 2027 жылғы тамыз айынан бастап көзделіп отыр. Және де жалпы мерзімі 27 жыл мен 2055 жылдар аралығында барлық облыстар бойынша шығарындылардың көлемі 103.173 тоннаны құрайтын болады. Пайдалану кезіндегі шығарындылардың негізгі көздері түтін құбырлары, дәнекерлеу, сорғы жабдықтар жұмыстары кезінде бекіту, реттеу арматурасы, газ кесу, дизельді электр станцияларының жұмысы барысында шығады. Түркістан облысы бойынша эксплуатация кезінде 18.693 тонна шығарынды көзі есептеліп отыр нормативке сәйкес. Яғни метан, көміртек оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді және де құрамында 70-20% кремний диоксиді бар биоорганикалық шаң болып табылады. Және де құрылыс монтаждау жұмыстары барысында қалдық пайда болады. Яғни қорғасын батареялары, мотор майлары, байланған шүберек, битум, жаңа қолданылған лак, бояу материалдарынан қалған ыдыстар, ластанған құм, металл сынықтары, және де коммуналдық қалдықтар міндетті түрде, медициналық қалдықтар, жаңағы пайдаланылған автомобильдердің шиналары деген сияқты қалдықтар пайда болады құрылыс монтаждау жұмыстары барысында. Және де бұлардың эксплуатация кезінде де құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде де пайда болған қалдықтардың өзінің сақталатын көлемі бар, яғни уақытша жинақтау мерзімі 6 айдан аспауы қажет. Сол аралықта арнайы металл контейнерлерде сақталатын болады. Одан кейін арнайы мамандандырылған кәсіпорындарға қалдықтарды өткізіп отыратын болады. Және де осы іс-шаралар қарастырылған, табиғатты қорғау іс-шаралары, жаңа мен айтып өткен осы қалдықтарды контейнерлерге орналастырудың өзі осы іс-шараның бір бөлігіне кіреді. Және де барлық құрылыс монтаждау жұмыстары кезіндегі шаңды басу жұмыстары жүргізілуі керек. Және де жөндеу, алдын алу жұмыстарын арнайы жоспарға, ережеге сәйкес өткізу керек. Яғни белгіленген осы барлық талаптар, нормативтерге сәйкес, талаптарға сәйкес жұмыс жасалған жағдайда экологияға жаңағы теріс әсерін тигізбейтін болады. Жалпы қысқаша осы экология. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма?
Бақытты поселок болады ма? Бақтыбай поселок. Жоқ. Сіздердің аудандарыңызда вахтовый поселок болмайды. Біздің қазір сіздердің аудандарыңызда қазір қолданыстағы вахтовый поселокты қолданамыз. Неге дегенде сіздерде только газ өлшеу станциясы салынады. Ал вахтовый поселок бұрынғы қазір қолданыстағы Түркістан облысында Сауран ауданында салынады ол жерде. Мен анда сұрақ қойып жатқан себебім, енді осы аудан тұрғыны болғаннан кейін, қандай да болса сол ауыл жаңағы жақын елді мекендерден жаңағы жұмысқа адамдар тартыла ма деген онда мүмкіндіктер болады ма? Бұл жобамызда оны қарастырмай жатыр, только бізде газ өлшеу станциясында ол жерде мамандар керек. Ол жерде 3 адам бар. Біз жазғанбыз қазіргі бұл негіздеме бойынша техника-экономикалық. Ал ана строительство құрылыс кезінде осы тұрғылықты жердің адамдарын обязательно газ тасымалдау управлениесі олар өздері шартнамамен алады жұмысқа. Бұл енді ТЭО болып тұр ғой, техника основание болып тұр ғой. Қазіргі бізге сіздерге ұсынып жатқан. Одан кейін жаңағы анау проект басталады. Проект басталғаннан кейін уже қалай өтеді, қай жерде жаңағы станциялар соғылатын ол жерде жер бөлу мәселесі болады. Аралай уже құрметті заказчигіміз бар ақы. солармен анықтала береді. Солармен земельниктер келіп ақы, солармен бірге жұмыс жасап. Енді өздері бұл жерде бос жатқан жер жоқ қой, сол жердің егелерімен землепользователями шартпен келісім шартқа отырған. Оның компенсациясын төлейді. Мысалы, жеріне рекультивация болғаннан кейін, жерді қазылғаннан кейін рекультивация дейді. Қалпына келтіреді. Вредность наносит еткеннен кейін 3 жылға дейін компенсация төлейді. Оны независимо оценочный компания болады. Соны жалдайды да, ол жаңа егіндің несіне қарайды, түріне қарайды. Бидай қандай түрлері болсын, алма бауы болсын, жүзім бауы болса, соған қарай несін шығын есептейді, соның 3 жылдық несін береді, төлеп береді. Мен мысалы осы газопроводтың бірінші ниткісінде болған кезде мен өзім қатысқам сондайға. Кәдімгі крестьянский хозяйствоның адамдардың бәрі келіп, долларға тұрып, жаңағы счетынан ақша төленіп жатты. Өздері мысалы. Қанша егіні бар, мысалы, қай жерден газопровод өтеді, тура сол жердің есептейді, вредностін, сол көлемде аумағында охранный зона деген бар. Соның көлемде есептеп, бағасын шығарып береді. Мысалы, бау болса, алма бау, жүзім бау, ол шығыны көптеу болады. Жаңағы неге байланысты ғой. Енді ол жерде жоба бойынша предварительный ол жақ жерді білеміз, ол жерде егістік жерлерде, жаңағы бидай ғой. Ол бидай болса, сол бидайдың несіне қарай, шығынына қарай есептеп береді. Оны кейін болашақта сіздер бағана алған жерлеріңізді еге бере ме? Или оның үстіне егуге болмай ма? Егуге болады. Заңда закон о магистральном газопроводе деген бар. Соның 14 статьясын оқысаңызда ішінде жазылған, что разрешается, что запрещается. Жаңағы запрещается пункттары бар. Все обустройства дорог, зданий, оросительной системы, ондай болмай, тал егуге, здания солуға. В пределах минимальное расстояние деген бар, до населенного пункта. Мысалы, 300 метрға дейін здания нелер салуға болмайды аралықта. Охрана зона деген бар, охрана зона деген сол жаңағы егіндік көлемі бар ғой, 25 метр газопроводтан былай қарай, мына жағына қарай, екі жағына қарай 25 метр полосамен 50 метр сол охрана зона болып келеді. Соның ішіне кімдер крестьянский хозяйство жер кіріп кеткен болса, қалаған нәрсесін істемейді. Жаңағы заңда бекітілген, тек қана жаңағы егін егеді ғой, бидай, арпа, жаңағы қандай егістік бар ғой, соны жыртып еге береді. Без проблем. Бірақ жаңағы газопровод салып болғаннан кейін оны үйінде қылып кетеді кішкене, потому что ол жыл сайын отырады ол. Потому что сен қазір бірде қылып кетсең, қазір яма болып қалады. Ол үшін үйінде қылып кетеді да, сол постепенно өзі отырып трамбауға кетеді, не қылады да. Сол кейін кім крестьянский хозяйство бізге звондап, мына жерді жыртам десе, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Келесі сұрақ болса, жақында анау өрт мәселеге ұқсап болса қояйын. Енді мысалы сіздер ол жерден өздеріңізге участок
как положено өздеріңіздің аттарыңызға өтеді ғой. Мысалға мен сол жерде 10 гектар жерім бар деймін. И сіздің газопроводтарыңыз мен тура екіге бөліп өтеді да. И мен госактың басынан барып переоформлять етуім керек қой. Екі госактқа. Сол госак оформить етпейсіз. ортасынан өткен соң енді жерді сіздер өздеріңізге алатын болсаңыздар менің жерім екіге бөлінеді ғой. Жер сіздің жеріңізді ешкім изымат етпейді. Тек шығын төлеп бересіз. Жердің компенсациясын төлеп бересіз. Сізден ешкім жерді алмайды. Сізге жаңағы вредность нанес еткеннен кейін сізге несін шығын төлейді, сіз еге бересіз. Егетін жеріңізді полностью жаңағы үйіндіні бар ғой, мен алып тастайын, полный текстеп, тырмалап, еген десеңізде сіздің праваңыз. Бірақ мынандай учитывать ету керек, оның жазған охранный функция деген бар, охранять ететін. Газопровод охранять ететін специальный организация бар. Потом обслуживающий бар. Қарамаса болмайды, мысалы. Сол екеуі газопроводтың жанынан өтіп қарау керек. Сіздер запрещать етпеу керексіздер, да? Заңда жазылған. Қарап өтеді, егістіктерінен бәрі жолының бойынан, жүйенің газопроводтың бойынан өтіп қарап шығады. Сіздер воспрепятствовать. Общий госак тұра береді, ортасында турбаның бойымен жаңағы жол болады, қазір сияқты да жаңағыдай. Бірақ сен ары бері жүре бересің, ол жаңағы автобус персонал келгенде сен оған запрос қоймайсың, онда мен жерім кіруге айта алмайсың. Мына жерде мынандай бір момент бар. Земельный кодекстің қай пунктілерінен публичный сервитут деген бар, частный сервитут деген бар. Жаңағы сіздермен келісім шартқа отырады да, жаңағы қай жерден өтіп не істеді, соның шығынын, басқан шығынын, соның өтеп беретін частный сервитут деген бар. Оны енді кімдермен шартқа отырады, акимат бар, жаңағы земельщик бар, и жаңағы біздің заказчик, солар бұл шартқа отырып, сондай мәселе қозғалады. Мына жерде негізгі құрылыстардың өздері орналасуының қайда суласы бар екен, жаңағы газопроводтан қанша метр қашықтықта не соғуға болады, не соғуға болмайтын жері бар. Жеріне келген метрімізді анықтап жатады. Презентацияда я көрсеттік оны алдын алу. Одан кейін не анау кезінде мынау сол балықшыда әкім болған едім да, балықшыда мысалы આગળ тұрған жерде. Bir қоғамдық ұйымдар болса жаңағы мынау қалай айтады, оптимал әсер туралы есеп деген солар болған жаңағыдай. Анау несін өзгертті, анау несін өзгертті. Мен сіздер экологтар білесіздер ғой, анау бір категориясын өзгереді екен ғой. Сол категория өзгерген кезде сол қоғамдық тыңдау болған. Сол кезде айтқан еді, өзінің тұрғындары бір түннің уақытында бір выброс болады дейді анау неден, АГБ-дан. Ол не үшін кейін айтады, ол выброс болады екен, ол жаңағы процесінің кезінде сондай бір время от времени жаңағы шығарып тұратын не бар екен. Түсіндіріп берейін. Ол мысалы әрбір производствода любой завод болсын жылына бір рет өзінің капитальный ремонты болады ғой, дұрыс па, тоқтайды, капитальный ремонтқа тоқтайды. Сол сияқты бізде газопроводта жылына бір рет не болады, ремонтные работы деген болады. Какой-то 10-15 күнге тоқтайды да, барлық жұмыстарын істейді қандай. Ремонтный, қандай, капитальный замена болсын, модернизация болсын. Сол кезде газопроводтан біздің участоктен ремонтный болып қалсын, или аварийный ситуация болып қалсын, сол участоктан для безопасной работы обязательно газопроводтың ішінен давлениемен несін шығарып тастайды. Ішіндегі газ қысымын шығарып тастайды, өйткені газ қысымымен жұмыс істемейсің ғой. Сол үшін шығарады. Ол выбросы дейді. Ол выбросыды жаңа эмиссия дейді ғой, по экологии. Оны жаңағы Министерство экологии деген бар, соның несімен құзырлы органдарымен есептесіп, жылына қанша көлемде выброс болады, бәрін есептесіп, бәрін жаңағы эксплуатирующая организация оны төлеп, ақшасын бәрін істеп қойды. Ол заңды түрде ол. Қанша? Бірақ онда минимальный нәрсе болады. Еще ол населениедің қасында болмайды, алшақ жерде болады. Например, оған населениеға кетер зиян ешқандай болмайды. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса. Магистраль өтеді ғой мына жерде, неге Өзбекстаннан неге өтеді, Алматыға барады. БГРТ ба? Қайсы ол? Қазақстан. Магистральный. Одан біз жол өтетін, біздің жолдар бар да, кесіп өтетін. Аудандық маңызы бар жолдар. Бұл жерге біз әшейін капитальный емес, даже средний ремонт жасаймыз десек, мынау ақ бұлақтан келіп барлығы запрет жасайды.
жоқ деп істемейсіңдер дейді. Оны істеулерің үшін давай көптер қоясын, анау смета жасап бір 10 миллион 12 миллионға есептеп берген баяғыда. Сөйтіп 3 жыл ана жерде тоқтап қалдық. 300 метрді қалдырып кеттік, асфальт дайындап жүргізбей қойды бұл жерде. Кейін ақыры өтіп бірдеңеге барып, правда неправда айтып асфальттарды бітірдік. Енді сізге сол сұрағым. Енді сол мен айтып отқаным. Сонда енді сізде қазір бұл жерден біраз жолдар бар мысалы. Қазір тоғыз жол болып жатыр. Ол ертең мүмкін аудандық маңызы бар жолы мүмкін, асфальтталуы мүмкін, капитальный жаңағы құрылыс жүруі мүмкін, жол жөндеуі мүмкін. Бұл кезде сіздер жақ шығады жаңағы. Мына жерге давай көзлер қоясың, анандай берекелесін жасап, сметасын жасап береді. Ол жаңағы істеген жолдың бағасынан асып кетейін деп отыр. Сондайларды есепке алынсын деп отырмын да. Любой жерде қандай келісімде бар, сол жерге көтер тастап. Сізді естідім аға, жауап берейін сұрағыңызға. Кім айтып жүр оны футляр деген ондай мысалы біреу келсін сол айтқан адам Бұны ақылдақтан енді нешеуімен кім ойлап тапқан мына жерде жаңағы. Иә, футляр ол басында болады. Футляр деген сіздер түсініп алдыңыздар, мына категория жолдан өтеді ғой, первый, второй, четвертый категория жолын автодорогадан астан өткен кезде обязательно по строительствода үлкен трубаны қойып кетеді. Ішінен газопровод өтеді. Футляр деген сол кожух дейді, осы ішінде. Соның ішінен өтіп кетеді, мынандай трубаны 1200-дік, например, 1000-дік труба болса, 1200-дік трубаны ішіне салады да, соның ішінде тұрады. Ол ешқандай өзгермейді, ешқандай сізге футляр қойылмайды. Кім айтып жүрген, оны сізге ондай неправильный информация беріп жүр. Сіздерге міне өзім мен разрешение берген Сихым ауылында, Сихым ауылы бар ғой, сол жерден біздің газопровод өткен. Сол жерде жаңа текущий сіздердің ремонттар болған. Сол жерде ауданына сәйкес маған подрядчик келді. Одан кейін ау Машатпен Қарабұлаққа баратын жол бар ғой, трасса. Білесіздер ғой, Иә, Машатты Қарабұлақ. Иә, сол жерде де біздің газопровод өткен. Ол жерден де подрядчик келді. Екеуінен келді, бізден разрешение алды. Ешқандай вопрос болған жоқ. Футляр деген жоқ ондай. Аға, оны уайымдамаңыз. Сіздерге разрешение беріледі. Сіздер, мысалы, текущий болса, просто слойын алам десеңіздер, например, слой, ескі слойын алып, үстіне төсейін десеңіздер, жаңағы вибрация болады оны, ондай несі вибрациямен. Соған сәйкес бізде жаңағы өзіміз адамымыз береміз, газ өлшеуішпен сол жерде свечадан өшіріп тұрады несін, газын, көлемі. Иә, сол жерде қарап отырады, ешқандай не болмайды, наряд допуск ашылады жаңағы. Сіздерге сол вибрацияны кішкене жеңілдетудің мәселесін не алу дейді сол жерде кішкене, потому что вибрация апасын. А так проблем жоқ, разрешение екеуіне де екі подрядчикке де беріңіз, істеп тастадық разрешение. Сіз ақпарат отырсыңдар ма? Біз ақпарат отырмыз. Сол ақпараттар ма келіп жүрген? Сіз әдесе жадеге телефон жазып алыңыз. Осы мәселе туындаған кезде рабочий моментте өздеріңіз звондап, ешқандай футляр деген ондай не жоқ. ауылдан өтеді екен біздің ауылдан бізде Машатта не балшық келеді ғой, Машат жақтан өтеді. Балшық өтпейді. Машат ауылы бар ғой, Машат ауылы, жаңағы Сергеевка деген Машат деген ауыл. Тура сол жерден өтеді. Одан шетелге өтіп кетеді ол. Арыс бар ғой, Арыс. Сол жерде Арыс бар ғой. Жоқ, шетелге шықпайды ол. ақсу жабағы жақтағы немесе мынау Схемадан қарасаңыз, Қытай бар ма соның несіне сіздің қатысты мынау Тұрар Рысқұлов қатысқан Машат ауылы ма, сол Машаттың бір жерінен өтіп кетеді болды. Машат өтеді, балшық қалғандар Сайрам ауданы. Көбінесе Сайрам ауданы, Бәйдібек ауданы, қайсы жаңағы ары қарай кете береді. жуалға кетіп бар жамбыл жоқ, басқа ол. Жоқ, Бәйдібек ауданы мынау Орданбасы, не бар ғой, Сауран. неге қарай ғой, Түркістанға қарай келеді ғой. сен бұл жерде ақпарат қарап отырсаң жер иелерімен ғана келісім басқа ештеңе жоқ. Енді бізде қазір көбісі сол не болса да сол жақта өтіп жатыр, Павловскада немесе жаңағы Керейікте немесе сол Сәрсөбе жақта бүкіл Қандай да жұмыс жүретін болса, сол именно газопровод кесіп кеткен жерде мысалы құрылыс жүргізіп беретін болса, бізге келіп разрешение алып, сөйтіп наряд толтырып, біздің представительствоға барып, міне сізге мынандай точка пересечения бәрін сызып береді, қай жерден өту керексің, например, бір какой-то газопровод өту керек сіздер, например, населениеға да. Сол кезде бізде категория деген болады,
мысалы бірінші категория ол бірінші категория, потому что ол трассаның астынан өткен ол бірінші категорияға жатады. Потом ары қарай екінші, үшінші категория кете береді. Сіздерден сол үшінші категориялардан береді. Өйткені біріншіден бере алмайды. Біріншіге берейін десе ол замена неге кетіп қалады. Поэтому жаңағы более безопасный жерден нені береді сіздерге. Вопрос жоқ ағам. Мен осы арқылықтан бермей қойды ғой. Бізге смета жасап беріп, пәленбай миллионға, 12 миллион бай. Қазесінде жоқ. түсінікті. Адеге телефон жазылған, осы моментте құлақырда жолда салынады. Соқта туындаған кезде. Еще ремонт жолдарыңыз болса, 3 жыл тұрды сол жерде. Бір құсок 200 метр жүр. 3 жыл тұрды. сол жерде бұрынғы асфальтты алып тастап, жаңа асфальт болмаған еді. Сізден асфальт өсіп. Соның бәрін жазып қой біз. Земельная работа болмайды деп жаздық. Сонда да бермей қойды ол жерде. Ондай анау біздің условиямыз істейсіздер. түсінікті. Ол жерде егер сіздер қазір существующий жолдың астынан өтетін болсаңыздар, оған как позже саласыздар ғой. Чтобы ертең ремонтына кедергі жасамайтындар. Бұл жерде басқаша болды, ол жерде жол болмаған ғой. Трасса өтіп кеткен, сонысын жол қайын деп жатыр ғой. Сол кезде дәл жоқ, жаңағыдай жоқ. Существует етіп отырған ғой сол жерде. Ошан бері мен ишенің ортасы өтедім. асфальт жол еді ол? Иә, бұрын асфальтта болғанда кейін мен жерде бірақ асфальттан болғандықтың ашын. Гравий, неге дейін, Тасбұлаққа дейін, 64 ол соның пересечениесін ұрсап кеткен ғой. рабочий порядке он ешқандай қиындығы жоқ, және сен Ал басқа сұрақтар жоқ болатын болса, тыңдауға келгендеріңізге үлкен рахмет. Мынау енді бұл тыңдаудың нәтижесі бойынша хаттама толтырады, және елдерді жайғанатын болады. Рахмет.